Барлықтарына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, бүгінгі видеода бомж жолы, яғни путь бомжаның екінші сериясы. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан лайк пен комментарияның санын аямай көбейтіп жіберіңдер. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз достар. Ойынға кірсе, мына жақта Гаррельді обновлять етіпті, өте керемет қылып, әдемі қылып обновлять етіп қойыпты. Бірақ маған ұнамағаны, бұрынғы Гаррельдің домдары, әсіресе бізбен бірге 5 жыл болған Гаррельді сағынады екенсің өзі болса. Преступная погоня дегенді ойнағалы жатырмын. Ең бірінші сіздерге көрсетіп жіберейін, бұны қалай ойнау керектігін. Сіздерге былай білет қана көрсетіп жіберем, ал қалғандарының барлығын мен скоростьпен жіберетін боламын. Газды басасыңдар да, осылай до конца тапить етесіңдер. Жақында сәл басасыңдар, сәл тормоз басасыңдар, бұрылып кетесіңдер. Сіздерге қазір лайфхак көрсетіп жіберетін боламын. Газды басасыңдар, мына жаққа резко солға бұрыласыңдар, резко оңға бұрыласыңдар. Газды до конца тапить етесіңдер, ана жерден қорықпаңдар, прямо үйге кетіп қалатын боламыз бұл жолда. Бірақ тезірек, мен бұрылып қалдым ба, не болып кетті. В общем, достар, ана адам келгенше біз қатты басып үлгеру керекпіз, тезірек барып үлгеру керекпіз. Давай, бас газды. Давай. Так, қанша болды мен? Так, қазір ананы ұстап алу керек. Енді достар, осындай жерге келген кезде, мынаның жанына тұрасыңдар да, осылай, мына жерді жауып тұрасыңдар ғой, Былай, до конца жабасыңдар ғой. Ана адам уже келе жатыр, оғанға дейін біз резко артқа бұрылып қаласыз, и все, ана уже қазір бізге кіре алмайды. Енді уақытты көріп тұрғандарындай, бізде 12-11 секундтай қалды. Неме дейді, бро, дам 100-қа дейді. 100 мың рубль берем босатсан деп, кел деп, сұрап жатырмыз, и время дейді, все. И бізде осылай біз ұтып кеттік. И ары қарай жалғастырамыз. Мына жақта дрифт деген бар екен. Бірақ маған вообще дрифтовать ете алмайтын машиналарды беріп жатыр. Неге екенін білмеймін. Сіздерге көрсетіп жіберейін, қалай дрифтовать ету керектігін. Так, испанец бола балам дейсің ғой. Басасын. Так, мына жаққа бұрылып кетесің. Осылай до конца тапить етіп бұрыласыңдар ғой. Бұл біз соғып қалдық. Сол соғылған кесірінен бізде осылай болып жатыр. Так, давай, қатты басып, осылай басып, газды басқан сайын бүйтіп бұрыла беру керек, заносқа кіру керексің, в общем. До конца бұрылып тұру керек қой бізге. Бірақ бұрылып тұрғаннан не пайда, сәл бір жүр қайтек, осылай. Так, давай, тоқта қалайық, әдейі. Қазір тоқтасақ, бізде очконың бәрін бізге береді. Бізде қанша? 30 мың очко бар уже. 30 мың очко. Сізде көріп тұрғандарындай, бүкіл заностың бәрі бізге ғой, Видеода Redmi-дің сообщениелердің дауысы шығып жатса, кешірім сұраймын.
Хамид Ревенж деген бала жүзім беріп жатыр, ал души саған. Ал бізде МЧС жұмысын бастадық. Ең бірінші заказымызға да келіп жеттік. Қазір осы жерге келемізді, сразу заданияларды тезірек жасап тастайтын боламыз. Яғни осылай очагты, яғни өртті сөндіретін боламыз. Екінші заказымызға да келіп жеттік. Қазір мына жаққа бұрылып алайық. Оңға и солға до конца тапбет етеміз де мына жерге келемізді. Осы зданияларды жасайтын боламыз. Бәрін аяқта тоқтамай жатырмын ғой. Давай, енді бұрылсын тезірек. Короче, напарникті алып алдым. Сол напарникпен бірге жұмыс жасап жүрмін. Қазір тоқтадық. И так осылай жұмыстарды жасай беретін боламыз. Енді ары қарай скорость қойып жіберейін, достар. Ал достар, кеспамжы ашқал жатырмын и маған 16 XP түсті. Получается, біз қазір 6-шы уровень болады екенбіз и суда. Короче, ивентті міне өтіп жатырмын. Ақшаға лимитпен кетіп жатыр. Короче, сестра Саня дегенге аз қалды, достар. Енді бұйырса сол сестра Саня дегенге жеткізіп жатырмын. Ары қарай новый кейсті ашатын боламыз. Яғни келесі бөлімде новый кейс может быть ашатын боламыз.